Сәлем достар. Бүгін өлім ойыны дорамасының жалғасын қысқаша мазмұндайтын боламын. Достар, бейнелерім ұнаса менің каналыма тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Сонда жігерленіп тамаша бейнелерді көптеп және тез салатын боламын. Ал кеттік ендеше. Достар, естеріңізде болса, 3-ші бөлімнің соңында Мықтыбек 5 айлық сәби денесінде оянған еді. Ол өзінің шақалақ екенін көріп қап, енді ақшаны қалай иемденемін деп іңгәлап жылайды. Содан кейін анасы бөпесінің жылаған даусын естіп, оны алып үйіне келеді. Есіктен кіре сала ашуланып баланы диванға лақтыра салып, байына ана бәлені тамақтандыру уақыты болды деп өзі жынданып темекісін тұтата бастайды. Сосын күйеуі сәбиге мерзімі өткен ботқа беріп тамақтандырады. Оны біліп сәби денесіндегі Мықтыбек жемеймін деп қарсыласады. Ал нервный әке жынданып айқайға басады. Сол сәтте иесі қоңырауы соғылады. Бұларға көршілері балаға дұрыс қарамайды деп шағымданған екен. Осы кезде енді екеуінің шаруасы бітті деп ойлаймыз. Бірақ күйеуі балаларды қорғау ұйымының мүшесі екен. Соны көріп полиция үндемей кетіп қалады. Мықтыбек полицияның кетіп бара жатқанын көріп шыңғырып жылайды. Сәбидің шешесі оны көріп одан әрі жынданып баласын жерге атып жастықпен тұншықтырып өлтіреді. Осы эпизодты көріп, жүрегім қатты ауырды. Обал деп. Сөйтіп Мықтыбектің де жүрегімен сияқты езіліп, осындай ата-аналарды қалай жер көтереді деп қатты қынжылады. Сосын ажалға мені келесі инетін өмірме жібер дейді. Ажал мақұл. Бірақ есіңде болсын. Сен біреуді өлтіретін болсаң, менің араласуыма тура келеді. Жеп шөртпені тағы да басып, Мықтыбекті осы өмірге жібереді. Мықтыбек есін жия сала тағы да ақшасына асығады. Ақшаны алып болғасын кім екенін көру мақсатында айнаға қарайды. Бұл кез модель денесінде ояныпты. Өзінің көркіне, даусына ғашық болып, мә әрі, бай әрі, сымбатты болыппын. Енді осы денеде қалуға тырысуым керек деп тұрғанда досы қоңырау соғады. Мықтыбекті түнгі клубқа шақырады. Мықтыбекке де мақұл келіп айтқан жеріне барады. Мықтыбек клубта өлгенше ішіп масаяды. Ал таңда есін жия алмай ұйықтап жатады. Қасына ағасы келіп тұр, жұмысқа барамыз деп оятады. Ағасының кітап дүкені бар екен. Мықтыбек сол жерде кофе әзірлеуші бариста болып жұмыс атқарады екен. Сол күні кітапханаға Мықтыбектің сүйген қызы келеді. Ол жазушы екен. Соны пайдаланып қыздың қасына жақындап, оның оқырманы екенін айтып бір-екі ұсыныстарым бар дейді. Қызда мақұл көріп екеуінің сол күннен бастап әңгімелері жараса бастайды. Сондай күндердің бірінде кешке жедел жәрдем дүкен қасынан өтіп кетеді. Қасындағы адамдар обалай жас қыз екен, машина қағып қайтыс болыпты деп айтып жатады. Мықтыбек оны естіп сүйген қызы деп ойлап, жанының барынша сол жерге ұшып жетеді. Бақытына орай ол қыз сүйіктісі емес екен. Дегенмен қызда сол жерде Мықтыбекке қарап тұр екен. Мықтыбек қыздың аман екенін көріп көңілі орнына түседі. Ал ертеңіне Мықтыбек қыздың артынан аңдып өзі жерленген орынға барады. Сүйген қызының қалай қиналып егіле жылағанын көріп, өзінің ақмақ болғанын түсініп істеген ісіне өкінеді. Сосын қыз кетеді. Ал Мықтыбек өзі жерленген орынға қарап тұрады. Сол сәтте артынан сіз кімсіз? деген әйелдің даусын естиді. Сөйтсе ол анасы екен. Мықтыбек апа деп артына бұрылып, сасқалақтап анамды көруге келдім дейді. Сосын анасын сыртынан бақылап, анасының өзі өліміне қатты қайғырып жүргенін көріп, Мықтыбек мен не істеп қойдым? Анам мен сүйгенім мен үшін қалай қиналып жүр деп еңіреп жылайды. Өз-өзіне қол салғанына тағы да қатты өкінеді. Бірақ Мықтыбек сонда да жаны неге бұлай азапталып жатқанын түсінбейді. Ертеңіне Мықтыбек ақшасының жартысын анасының үйіне тастап кетеді. Ал кешке Мықтыбек сүйген қызына өзінің кім екенін айтады. Қыз түсінбей тұрып қалады. Ал Мықтыбек басынан қандай жағдай өткенін баяндай бастайды. Сол сәтте қатты жылдамдықпен көлік жүйткіп келіп екеуіне де мерт қылады. Мықтыбек өздерін өлтірген адамның жүзін көріп үлгереді. Мықтыбек сол кезде бүкіл өмірлеріндегі өлімдердің артында осы жігіт тұрғанын түсінеді. Сосын және тозақ қақпасының қасында оянады. Мықтыбек сүйген қызының өліміне өзін кінәлап қатты қайғырады. Сосын тағы да ажалға мені атта келесі өмірге жібер деп бұйырады. Ажалда әрқашанғыдай Мықтыбекті тағы бір адам денесіне жібереді.
Бұл жолы Мықтыбек өмірі жолы болмай, кейіннен бір адамның өз-өзіне қол салған бейнесін көріп соған шабыттанып туындылары танымал бола бастаған суретші екен. Сол шабыт берген адам Мықтыбектің өзі екен. Содан бастап бұл суретші адамдарды ұрлап, қинап өлтіріп, соған қарап туындыларын жаратады екен. Мықтыбек бәрін білген соң шошып кетеді. Бірақ артынан осы есі ауысқан суретшінің қолымен әлгі сүйгенін өлтірген жауызды өлтіремін деп көңіліне түйеді. Сосын ол жауыздың кім екенін анықтайды. Ол Мықтыбек жұмысқа кіруді армандаған компанияның бас директоры екен. Оны біліп Мықтыбек жауыз директордың компаниясына соны өлтіруге барады. Бірақ Мықтыбек ішке енді кірейін дегенде талып есін жоғалтады. Кейін дәрігердің қасында отырғанын көреміз. Сөйтсек басында үлкен ісік бар екен. Емдеуге кеш болыпты. Дәрігер бір айдан аз уақытыңыз қалды дейді. Ал Мықтыбек ыржиып маған солда жетеді деп кетіп қалады. Сосын Мықтыбектің хатшысы хабарласып туындысын әлгі жауыз басшы сатып алғысы келгенін айтады. Мықтыбек қуанып директормен кездесіп, оны өлтіру ойымен мекен-жайыңызды айтыңыз. Суретті өзім жеткізіп беремін дейді. Ертеңіне Мықтыбек жауыз басшының үйіне барады. Сосын екеуі біраз алысады. Мықтыбек жеңіп жауыз басшыны көлігіне байлап салып, өзінің қинап өлтіретін студиясына алып кетеді. Өз жерге жетіп қинауға арналған орынды дайындап жатып Мықтыбек талып құлап тағы есін жоғалтады. Есін жиса, жауыз басшы Мықтыбектің өзін қинау үшін байлап тастапты. Сосын Мықтыбекті қинай бастайды. Арасында неге адам өлтіретінін айтып береді. Естеріңізде болса, алғашқы бөлімде Мықтыбектің алдын бір кісі кесіп жол үстіне тұра қалғанда көлік қағып, Мықтыбектің қасына қайта ұшып түскен еді. Сол қаған адам осы басшы екен. Сол кездегі адамның қиналып жан тапсырғаны ұнап қалған екен. Содан бастап адам өлтіруге жаны құмар болыпты. Жауыз басшы осының бәрін айтып Мықтыбек енген денені бөлшектеп өлтіреді. Мықтыбек қол аяғын ұстап, олар орнында екенін көріп әрең өзіне келеді. Ажал, бұл сенің ең жиіркенішті өлімің еді. Егер ол емес сен оны өлтіргеніңде, мен сені тозаққа бірден жіберетін едім дейді. Сол кезде Мықтыбек күле бастайды. Оның себебі жауыз басшыға өзін өлтіруге әдейі мүмкіндік берген екен. Сонымен 5-ші бөлім осы жерінде аяқталады. Ал бөлім соңында жауыз басшының ваннада қол жуып тұрғанын көреміз. Артында жасырын камерада соның барлығын жазып тұр екен. Достар, Мықтыбектің неге олай жасағаны қызық болса, келесі бөлімдерді жіберіп алмаңыздар. Алда 3 бөлімі қалды. Алла бұйыртса сол 3 бөлімді бір бейне етіп шығарамын. Достар, осындай бейнелер ұнаса маған жазылуды, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Кездескенше достар.